Роман Васильевич Склярға жолданады. Қазіргі кезде еліміздің ірі қалаларында ақылы көлік тұрақтары қаптап кетті. Бастапқыда аталған көлік тұрақтары көшелердегі көлік ретсіздігін шешуге бағытталғанымен түптеп келгенде мәселе шешілмеді. Керісінше әлеуметтік наразылықтарға негіз болған сұрақтар туындауда. Бірінші, автотұрақтарды орналастыру мәселесі. Іс жүзінде мегаполистердегі бұл нарықты бірнеше оператор монополияландырып алған. Олар алғашында адам көп баратын орталық және іскерлік аудандарда ақылы тұрақтарды аша бастады. Алайда 21 жылы тек Астана қаласында ақылы тұрақтардың саны 20 есе артқан. Ақылы автотұрақтарға коммерциялық орталықтар, қоғамдық орындар, құрылыс нормалары тіпті қағидалары бұза отырып, әлеуметтік объектілер келушілеріне арналған жерлер берілді. Тұрғындары тиісті кондоминиум рәсімде үлгермеген тұрғын алаптар мен тыныш аудандарда ақылы тұрақтар пайда бола бастады. Екінші, шарт талаптарына байланысты. Жеке серіктестерге еш қаражат жұмсауды қажет етпейтін жұмыс істеп тұрған автотұрақтар беріледі. Жеке серіктес төлем алу құрылғыларын орнатады. Кірістің 95% және серіктеске кетсе, 5% мемлекетке ғана бөлінеді. Абаттандыру, жолды жөндеу және көшені жинау шығындарында қала әкімдігі өзі көтереді. Шарт талаптарын осыған орай әлеуметтік әділеттілік тұрғысынан қайта қарау абзал деп есептейміз. Үшіншісі, айыппұл салу жүйесі. Ақылы автотұрақтар үшін арнайы айыппұл түрі енгізілген және айыппұл сомасы 10.350 теңге құрайды. Яғни азаматтарымыз 100 теңге төлемей кетіп қалса тұрақтан, онда 10.000 теңге төлеуге мәжбүр. Яғни айыппұл 100 есе көп. Бұл айыппұлдардың автотұрақ әкімшілері емес, ішкі істер министрлігін алып отырады. Әкімдік пен ақылы автотұрақ операторларының өзара осындай қарама-қайшылық қатынастары мемлекеттік жекеменшік әріптестік талаптарына сай келмейді. Осы айтылған жағдайларға байланысты ақылы автотұрақтарды көліктер ең көп жиналатын жерлерде ғана қалдырып, олардың санын қайта қарап қысқартуды ұсынамыз. Ақылы көлік тұрақтарын қадағалайтын мемлекеттік операторды құру мүмкіндігін қарастыру, немесе мемлекет пен жеке меншік секторының серіктестігі туралы шарттардың талаптарын қайта қарап, жеке меншік серіктестерге берілген аумақтарды күтіп ұстау қызметін жүктеу өзекті. Және сонымен қатар жеке тұлғалар мен ақылы автотұрақтардың жеке меншік операторы арасында шарт талаптарын бұзғаны үшін айыппұл өндіру рәсіміне құқықтық баға берілуін сұраймыз. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары. Рахмет.